Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Алдыңғы видеода тігіп алған оюлы құрағымызды ары қарай жалғастырғанбыз. Арнама қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы оюларды қалай ою және тігу жолын жоғарыдағы немесе төменде описаниядағы ссылка арқылы өтіп жасап алсаңыздар болады. Дайындап алған екі оюлы құрағыңыз екі жағынан, сөмкенің екі жағынан келетіндей етіп қоямыз. Жалпы достар, бұл сумканы тігу үшін мен барлығын көз мөлшермен ала бердім. Өзіңіздің жасаған құрағыңызға байланысты ыңғайлы етіп ала берсеңіздер болады. Дәл осы матаны қалдықсыз қию мақсатында тең ортасынан бөліп, қазір екеуін бір-біріне біріктіріп, жалғап аламыз. Екеуін біріктіріп қосып тігіп алсақ, тігісінің қақ жарып, қазір бірі түктеп, біздің сөмкеміз пішінін жақсы ұстап тұру үшін флизелин жабыстырып қатайтып алатын боламыз. Мінекей, дайындап алған оюлы құрағымыздың өлшемімен бірдей етіп флизелинді қиып алып, мінекей, бумен немесе марльмен осылай жабыстырып шықсаңыздар болады. Мінекей, екеуін бірдей етіп жабыстырып аламыз. Кейін артық шығып тұрған флизелинді әдемілеп қиып тастаймыз. Сөмкемнің қырын шығарып және әдемілі болып тұру үшін осындай тесманы ең алдымен айландырып оюлы құрағыма тігіп шықтым. Сөмкеміздің бауын алмалы-салмалы етіп жасау үшін осы жерде ең алдымен өлшеп аламыз 2-3 сантиметрге және 2-ге бөктеп, мінекей, осы жерден жаңағы сөмкеміздің бауын ұстап тұратын темірімізді әдемілеп орналастыратын боламыз. Қалай орналасатынын әдемілеп белгілеп сызып алсақ, машинкеге салып, қазір 2 қайтарып тігіп шығамыз. Мінекей.
Мінекей, екі жақ басын бірдей етіп тігіп алсақ, міне осылай көктеп тігіп алып, кейін машинкеге салып тігетін боламыз. Енді екінші жағын дәлдеп, ең алдымен көктеп аламын, кейін машинкеге салып бірыңғай тігемін. Толықтай машинкеге салып тігіп алдым. Енді мына қырлары әдемі болып тұру үшін қазір марльмен үтіктеп жіберемін. Мінекей, қырларын шығарып, бір-бір басып үтіктеп аламын. Сөмкеміздің қырларын шығарып әдемілеп үтіктеп алсақ, ішіне астар тігеміз. Оны мінекей осындай үлкен көлемде алып, ішіне бірінші қалтасы тігіп аламыз. Кейін міне дәл осылай етіп телефондар салатын немесе әртүрлі кішігірім қалталар өзіңізге қаншалықты керек, соншалықты қалта тігіп алсаңыз болады. Мына жағында А4 қағаз сиятындай осындай үлкен бір қалта тіктім. Енді екі шетінен бір басып өтеміз де, екі жақ бұрышын осылай төртбұрыштеп қиып аламыз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай. Кішіректеу 3 сантиметрде 3 сантиметр етіп қисаңыздар болады. Енді бұлайнан қиғаштап тігіп шығамыз. Ол біздің сөмкеміздің түбі. Мінекей, бар болғаны осы. Енді жалбырамайтындай етіп, зигзагпен көмкеріп шықсаңыздар болады. Енді негізгі сөмкемізге әдемілеп замогымызды орналастырып аламыз. Мінекей.
замогымызды орналастырып алсақ, енді ішіндегі астарын дәл осы бағытта қойып бір тігіп шығып, ішін сыртына қарай осы жерде айландырып, замоктың үстінен тағы бір басып тігіп шықсаңыздар болады. Сонымен сөмкеміз дайын. Дәл сол момент түспей қалыпты. Ол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Мінекей, барлығы дайын болған сөмкенің нұсқасы осылай. Сіздерге пайдалы бола алдым деген ойдамын. Менің жасаған жұмыстарым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Өте қолайлы әрі жеңіл қазақы нақыштағы сөмкеміз осымен дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.